Бақытты қуып әлекке түспе, ол барлық уақытта өзіңмен бірге. Әуелі дана болуға тырыс, ал ғалым болу қолың босаған кезіңде. Жындыға қылыш ұстатқан қандай қауіпті болса, арамзаға билік беру сондай қауіпті. Бастау барлығының жартысы. Өмір ойын сияқты, біреулер оған жарысуға, басқалар саудаласуға, ал ең бақыттылары көруге келеді. Азап көргенше ақиқаттың досы бол, бірақ төзуге болмайтын жағдайға дейін оның қорғаушысы болма. Өткен күндегі бар ісіңді таразыламай, ұйқыға жатпа. Білім ақылды алмастыра алмайды. Жағымды нәрсені пайдалының құнымен сатып алма. Таңертең оянғанда өзіңе «мен не істеуім керек?» ал жатарда «мен не істедім?» деген сұрақ қой. Жақсы заңың болғанша, жақсы әдет ғұрпың болсын. Әзіл тұз секілді, оны мөлшерімен салу керек. Алтын жалатқан қару сияқты мақтаншақтардың да іші тысына сәйкес келмейді. Ең алдымен өз қадіріңді жоғалтпа. Сен туралы не ойласа да, сен әділетті деп санайтын ісіңді жасай бер. Ашу кезінде сөйлемеу де, әрекет етпеу де керек. Достықта теңдік бар. Бақытты өмір сүрудің кілті бүгінгі күнмен өмір сүру. Баламен, әйелмен, халықпен, қоғам жайлы талқылама. Бірнеше жолмен бір уақытта жүру қиынырақ. Өзіңнің қорқыныштарыңның құрсауында қалған адам ешқашан еркін адам бола алмайды. Қайырымсыз адам ғана сені көзіңше мақтап, артынша даттайды. Ұлы істерді біреуге уәде бермей-ақ жаса.